Абай ұлының ұлысы екені сөзсіз. Әр қазақ үшін Абайды тану өте маңызды. Себебі оның көмегімен біз осы өмірді қалай дұрыс сүруге болатынын біле аламыз. Мен Абайды тануды 2-ші сыныпта 8 жасымда бастаған болатынмын. Ол кездегі мұғалімім әр дүйсенбі болатын сынып сағатын Абайдың бір қара сөзіне арнаған болатын. Ол әр жұма сайын бізге Абайдың бір қара сөзін оқып, түсініп, жаттап келуді тапсыратын. Абайдың қара сөздерін түсіну әр ересек адамның қолынан келмейтін нәрсе. Сондағы кішкентай мен үшін ол өте күрделі болды. Мен осы сөздердің мағынасын соңына дейін түсінбесем де, сабаққа дайындалып келу мен үшін маңызды болды. Сондықтан мен барынша тырысып, кейбір сөздерді жаттап та алатынмын. Кейбір сөздердің маған әсер еткені соншалықты, мен оларды осы жылдар бойы есімде сақтап, керек кезде нұсқаулық ретінде де қолдандым. Сол кезден бері 12 жыл өтті. Анам маған кейбір кітаптарды өмірдің әртүрлі кезеңдерінде бірнеше рет оқыған жөн, басқаша түсінесің деген сөздерді еске алып, Абайдың қара сөздерін тағы да оқуға кірістім. Шынымен де, бұрын түсінбеген нәрселерді түсіне бастадым, сөздерді қабылдауым да өзгерді. Сонымен мен бүгін маған бала кезімден де, қазіргі кезде де қатты әсер еткен Абайдың 7-ші сөзі туралы сөз қозғаймын. Бұл қара сөзде Абай жалпы адам баласы өмірге түрліше келетінін, және адамда тән мен жан құмарының болатынын сипаттайды. Тән құмары деп отырған жалқаулық, еріншектікті сипаттайтын. Демек, бұл қатардағы адамдар ішсем, жесем, ұйықтасам дейді екен. Сонымен қатар ішпесе жемесе адам қуатталмайды, яғни жан мен тән егіз. Екінші, жан құмары бұл өмірде білсем, көрсем деп көрінгенге қызығушылығы. Яғни адам өмірінде жақсыны көрмек, жақсылыққа ұмтыл дегенге баулиды. Адамды жаратқанда бар және жоқ дүниеге қызу, соған ұмтылу бұл адамның адамдық белгісі. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдылықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адамның жаны болмай, хайуанның жаны болады. Адам өмірде адам болып қалыптасу үшін алдымен талпыныс, сосын ізденіс керек. Хайуаннан адам артықшылығы осы тән емес, жан құмарлығының жоғарылығы. Құдай адамды барлық заттан ірі жаратты. Сонда да қазіргі кезде адамнан қанағат кетіп, жан емес тән билейді. Бұл мәселені Еуропа елдерінің мысалында абайтанушы Мекемтас Мырзахметов көрсеткен болатын. Адам болып қалу адамның басты шарты. Яғни білімге, ғылымға құштар бола отырып, адам өзінің адамгершілігін сақтайды. Абайдың 7-ші қара сөзін талдай келе, ақынның философиялық, психологиялық ақылы өте күрделі екенін түсіндім. Абай осы қара сөздерді жазу арқылы қазақ қоғамын дұрыс тәрбиелеуге тырысқан деп ойлаймын. Қорытындылай келе 7-ші қара сөз арқылы Абай атамыз адам өзінің тән құмарлығын емес, жан құмарлығын жоғары ұстауын насихаттады. Абайды тану үшін ғұмыр аздық етеді. Оның қара сөздерін мен өлеңдерін оқып, олардан ой алу біз үшін үлкен бақыт.